Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Әлем бойынша ең көп тараған спорт түрі қандай екенін білесің бе? Иә, әрине ол футбол. Футбол біреу үшін спорт, біреу үшін бизнес, біреу үшін ойын, ал енді біреу үшін мамандық. Мыңдаған адамды бір стадионға, ал миллиондаған адамды экран алдына жинай алатын осы бір ғажайып спорттың да өз экономикасы бар. Және экономиканың басқа салаларына әсері де өте күшті. Олай болса біз бүгін футбол экономикасы мен осы спорттың басқа экономиканың салаларына тигізетін әсері жайлы айталық. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыз, ал біз бастаймыз. Футболдың шығу тарихы жайлы түрлі деректер бар. Бір деректерде футбол ойыны Ұлыбританияда делінсе, енді бірі футбол алғаш Қытайда пайда болған делінеді. Алайда бізге бұл аса маңызды емес. Ең бастысы, ең алғашқы футбол клубы Ұлыбританияда 1857 жылы құрылған екен. Тікелей аудармасы аяқдоп деп аталатын ойын әлем жұртшылығын несімен тартты, несімен қызықтырды деп ойлайсыз? Әрине, экономикалық қарапайымдылығы бұл спорттың дамуына серпін берді. Яғни, бұл ойынды ойнауға ешқандай артық шығынның қажеті жоқ, тек доп болса болғаны. Осы жерде сіздерді бір таңғалдырып қояйын. Осы футбол добына қатысты. Қазіргі футбол добының өлшемі соңғы 120 жылда өзгермеген. Шеңберінің ұзындығы 28 дюйм, яғни 70 см, ал салмағы 410-450 грамм аралығында. Және ең қызығы, қазір әлемде барлық доптың 80% бір елде жасалады. Қай елде деп ойлайсыз? Жоқ, Қытай емес. Доп жасаудан алдына жан салмайтын ел Пәкістан. Осы елде әлемдегі футбол доптарының 80% жасалады. Экономикалық қарапайымдылығының арқасында бұл спорт әлемге тез тарады. 1930 жылы алғашқы әлем чемпионаты басталды, ал 1937 жылы алғаш рет футбол теледидардан тікелей эфирде берілді. Футбол ойынының ережесі қарапайым әрі түсінікті болғанымен, кейде түрлі елдерден келген төрешілер бірін-бірі түсінбей қалып жатты. Алайда 1960 жылы жолда тұрған бағдаршамның белгілерін бәрі түсінеді ғой деген ойменен төрешілерге сары және қызыл карточка идеясы ұсынылды. Өздеріңіз сезіп тұрғандай, сол 1960 жылдан бастап сары және қызыл карточка енді, ал одан соң ойыншылар мен төрешілер бірін-бірі сөзсіз ақ түсінетін бола бастады. Футбол әлемдегі ең танымал ойын десек те, бір елдерде бұл ойын түрі қатты дамып, енді бір елдерде кенже қалып жатты. Бразилияда футбол дамығаны соншалық, бірде бразилиялық бір газеттің басқы бетіне футбол жаңалықтарын шығарады да, ал қалған 5 параққа бла деген жазумен толтырады. Себебі әрине бразилиялықтар үшін футболдан маңызды ештеңе жоқ еді. Бүгінге дейін Бразилия құрамасы әлемнің барлық елдерін ұтқан екен. Тек норвегиялықтар ғана Бразилиядан ұтылып көрмеген команда саналады. Бүгінде футбол әлем экономикасына елеулі әсер ете алады, ал футбол жұлдыздары әрбір іс-қимылы, әрбір сөзі әлемдік компаниялардың саудасына елеулі әсер ете алады. Ал футбол бүтін бір қалалар мен елдердің экономикасының тірегіне айналған. Әрине, футбол спорттық туризмі арқылы. Еуропаның бірнеше елдер мен қалалары осы спорттық туризм арқылы табыс тапса, Африканың да бірнеше елі футбол клубтары мен футбол жанкүйерлерінің арқасында қаржылық қолдауға ие болып отыр. Жақында 4 жылда бір болатын FIFA ұйымдастыратын әлем чемпионаты басталады. Осымен 22 рет ұйымдастырылып отырған әлем чемпионаты Катарда өтеді. Алғаш рет бұл чемпионат ислам әлемінде және Катарда жазда өте қатты ыстық болғандықтан бірінші рет әлем чемпионаты күзде және қыста өтпекші. Ең бастысы, бұл әлем чемпионаты ең қымбат чемпионат болғалы тұр. Ресми емес деректер бойынша Катар билеушілері бұл мундиалды өткізуге $200 миллиард қаражат жұмсайды екен. Бұл сумма тек чемпионат барысында өзін өзі ақтайды деп айту әрине ақымақтық болар еді. 2014 жылы Бразилияда өткен әлем чемпионаты бәріміздің есімізде. Сол чемпионатта Бразилия үшін пайдалы болған жоқ. Ал кейіннен Ресейде өткен чемпионатта Ресейге экономикалық шығыннан басқа пайдасы болған жоқ. Екі әлем чемпионатынан тек FIFA экономикалық тұрғыда жеңімпаз атанды. Соған қарамастан, Катар жақын экономикалық жеңістен үмітті. Араб елдері әлемдік аренада футболда болмаса да экономикалық салада өз айтқандарын жасата алады. Оған дәлел бір кездері Реал мен Барселона сол арабиялық спонсорлардың қолдауына ие болу үшін киімдеріндегі крест белгісін алып тастаған еді. Міне футболдағы экономикалық мүдденің айқын көрінісі осы болар.
Біз үшін басты тақырып экономика болғанымен 4 жылда бір рет экран алдына футбол көретінім рас. Футболшыларды жақсы білмесем де, футболдан аса хабардар болмасам да, Германия мен Хорватияға жанкүйер болатын шығармын. Ал сіз қай командаға жанкүйер боласыз? Өз жауабыңызды комментарийге жазыңыз. Арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Аман, сау болыңыз. Экономикалық бәйгеде жеңісті күндерде жолық